Катушка мынандай болуп катып турат. Блок передохранительди калай дурус орнатуу керек, мынау калай, кайсысы кайда карап турады. Так, мына в общем главный темир бар жагы, главный управление жагы. Бунун деген так аккумулятор жагында турат. Так, генератордан келетін ең астыңғы 90-дыққа и сосын оның қасындағы қара мынау. Так, біз блок передохранительді жалғап болдық, орнына қатырдық. ойын. Так, қайттан ескерте кетейін. Астыңғы 90-дық генератор мен стартер, үстіңгі 60-дық освещение. Так, оның қасындағысы аккумулятор, астыңғы біреуі бос қалады. Так, мына темір бар жағы аккумулятор жақта тұрады. Так, газда есіңізде болсын, егер мынандай плюсты аккумулятордың клеммасына, минусты аккумулятордың клеммасына қатыратын болсаңыз, ол кезде сізде көлігіңіз аварийный режим газбен қызады. Ал егер де плюсты клеммаға қатырып, әлде болмаса минусыны корпусқа қатырсаңыз, ол кезде сізде машин аварийный режим газбен қызбайды. Ладно, бұны енді мына массаға корпусқа қатырып қойып, мынаны блок передохранитель жаққа аккумуляторден алыстатсаңыз, ол да аварийный режим газбен қызбайды. Аварийный режим газбен қызбайтын көліктер главный тоқтың стартерді қуған моментте мына газдың компьютеріне тоқтың жетпеуінен аварийный режим газбен қызбайды. Осы естеріңізде болсын. Так, бізде проводтар орнына жиналып болғаннан кейінгі жағдайы. Так, бәрі порядкаға келіп қалды. Осылай. Так, қыздырып көретін боламыз. Так, көлік газға ауысқан кезде бензин насос автоматты түрде сөніп қалады. Сөйтіп үлкен оборотта бензинге қосылғанда қайта бензин насос қосылатын болады. Так, пока что осы, әлі толық жиналған жоқ. Кеш. Енді қыздар болды. Так, туманка бізде автоматты түрде жанады. Кеше сіздерге көрсеткенім бойынша дальныйды маргайт еткенде туманка де маргайт етеді. Так, бізде қазір газға ауысады. Міне газға ауысқан кезінде бензин насос сөніп қалды бізде. Газдың кнопкасын бір басып жіберші. Міне бензинге ауысқан уақытында қайтадан бензин насос қосылады. Газға ауыстырып жібер. Міне газға ауысқан уақытында бензин насос сөніп қалады. Так, әңгіме солай. Так, бәрін орын-орнына жинап болдық. Міне бізде жиналғаннан кейінгі жағдайы. Мына қызыл провод алдыңғы сопки инжекторден қалған гидромуфтының тоғы бұл қалады солай. Одан басқа бізде газ мында тұр еді, оны алып мына жерге. Сөйтіп газдың шлангілерін қысқарттық. Бәрі міне осылай. Туманка бізде автоматты түрде жанады. Жағып өшіріп қосып жүріп керек емес. Так, кімге ролик ұнаған болса, лайк басып, каналымызға тіркеліп кетсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Міне осылай, осымен бүгінгі жұмысымыз аяқталды. Бұдан да басқа тағы да қызық роликтер көргіңіз келсе, каналымызға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бұл канал автоэлектрик және моторист жөнінде әртүрлі лайфхактар, кеңестер, пайдалы ақпараттар. Бәріңізге рахмет, келесі көріскенше қош, аман, сау болайық.